Қайырлы күн. Бүгін сіздермен жұмсақ бауырсақтың рецебімен бөлісетін боламын. Жылы сүттің үстіне жылы су құйып, құмшекерімізді саламыз. Тұз бен дрожжымызды салып араластырып, майонезімізді қосып, жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Електен өткен ұнды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Ашыған қамырымызды осылай жақсылап қолымызға май жағып алып, бір-екі рет қайтарамыз. Бетін қайтарып, жақсылап қайтып жауып қойып. Алдын ала зуалап дайындап қойған қамырларымызды осылай жұқа қылмай, қалың қылмай, бір келкі қылып жайып аламыз. Қамырды ойып алардың, кесіп алардың алдында созылған күйі қалдырмай, осылай қолымызбен сәл-сәл жинап аламыз. Қамыр өте қалың болмау керек, өте жұқа болмау керек. Қалың болса, арасы піспей қалады. Жұқа болса, бауырсағымыз томпақ әдемі болып шықпайды. Кесіп алған қамырларымызды осылай қойып, 5 минутқа тындырып қоямыз пісірерден алдын. Қызып тұрған майда жай отта екі жағын аудара отырып, жақсылап пісіріп аламыз. Май қатты қызып кетпеу керек, арасы шикі болып қалады. Міне өте томпақ, көздің жауын алатын, арасы тығыз бауырсақ дайын болды.